Біреулер бар деді, Аллаға уәде береді деді. Егер Құдай бізге дүние берсе, біз міндетті түрде садақа береміз, ізгілерден боламыз, қайырымдылықпен айналысамыз деп айтады деді. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Бірақ Алла тағала оларға дүние берген кезде, оларға дүние біткен кезде, олар сараңдыққа салынды, сараңдық танытты, бет бұрып кете берді, ешкімге көмектескен жоқ дейді. Сол үшін айту оңай. Ой, мен болсам үйтер едім, мен болсам бүйтер едім деп. Мынау әлеуметтік желілерде көп көреміз ғой. Мысалы, бір бай мынандай бір машина алыпты, бір бай пәленбай ақшасын жұмсап яхта алыпты десе, астында сондай жағдайы жоқ кейде адамдар жазып жатады. Одан да жоқ жітіктерге көмектеспей ме, одан да баспанасы жүргендерге үй соғып бермей ме деген осындай сөзді жазып жатады. Енді ол дұрыс, солай болуы керек. Бірақ сіз ойламаңыз, егер соның орнында сіз болған кезде міндетті түрде сіз соны істер едім, мен сол жақсылықты істер едім деп. Алла тағала айтып жатыр мына жерде, кейбіреулер бар, кедей кезінде оңайда оған, ой, мен не ол дүние деген, субханалла, мен дүнием болса қайырымдылықпен айналысар ем, кедейлерге берер ем, баспана соғар ем, үйтер ем, бүйтер ем деді. Бірақ қолға дүние біткен кезде дүниені қолдан шығару ол әрбір адамның қолынан келе бермейді. Оны не Алланың разылығын қалаған дүние қолында болса да жүрегіне кірмеген, басты мақсаты Алланың разылығы болған, дүние сол Алланың разылығына жететін бір құрал деп қараған адам Алла жолында дүниесін жұмсайды, немесе екінші түрдегі адам, екінші варианттағы ол пиар үшін, адамдардың алдында мақтану үшін, сол қожа көрсін дейді ғой, показуха ретінде жасайды адамдар. Осы адамдар екінің бірі, не Алланың разылығын қалап дүниесін сарып ететіндер, немесе показуха үшін жасайтындар. Ал үшіншісі ол сараңдыққа салынатындар. Сол үшін айту оңай. Ой, үйте самай ма, бүйте самай ма деп. Үйтіп Алла тағала үйтіп айтатындар көп дейді. Бірақ Алланың дүниесі оған келген кезде, байыған кезде ол сараңдыққа салынды дейді. Сол үшін де егер сол шынымен де бай болып, сол байлығын, дүниесін Алла жолында жұмсап жүрген адамды көрсеңіз, біліңіз, ол Алланың бақытты құлы. Өйткені Алла жолында дүниені жұмсауды, дүние сарып етуді Алла тағала әрбір адамға нәсіп ете бермейді. Намазхан кісілердің ішінде де бар. Байлығы жетеді, бірақ зекетінен артық еш нәрсе бермейді. Тіпті сондай кісілер бар, бір таныс кісі айтқан еді, біреудің қолында жұмыс істеген, шопыр болып, көмекші болып, енді күнде ресторанда тамақ ішеді, күнде дәмханада, әйтеуір кешке бильярдта, саунада әйтеуір сөйтіп жүреді деді. Енді ойланбастан кемінде күніне бір 50 мың теңгені жұмсайды деді. Әбетіне болсын, немесе басқа бір нәрсеге. Енді ана кісіге дәріге, бала шағасына, дәрі-дәрмекке ақша керек болып, аванс сұраған кезде айлығынан 5 мың теңге сұраған, кейін сол 5 мың теңгені ұстап қалды деді. 5 мың теңгені ұмытпаған. Айлығын берген кезде, мысалы 100 мың айлық болса, соны 95 мың қылып 5 мың ұстап қалған. Сол үшін Алла тағаладан, Алла, менің жүрегімді сенің жолыңда тұрақты ет деп сұрау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі сол дұғаны жасайтын болған. Өйткені сіздің қазір жүрегіңіз бір нәрсе деп тұрады, бірақ ертең басқаша өзгеріп кетуі мүмкін. 75-ші аятта Алла тағала айтады: